Сәлем баршаңызға, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше осындай дастарханның көркін ашатын королевский немесе алатау салатын дайындайтын боламыз. Алдымен бізге чечил қажет болады. Оны осындай бөліктерге ажыратып аламыз. Содан соң үлкен бөліктерге қиярды тураймыз. Келесі сырды шоқалап тураймыз. Бізге помидор черри қажет болады. Екіге бөліп салатқа қосамыз. Немесе черри болмаса кәдімгі помидорды да қоса берсеңіздер болады. Содан кейін қақталған тауық еті, мен порциясын жазбадым. Өзіңіз қалауыңыз бойынша қонақтың санына байланысты қоса берсеңіз болады. Содан соң жұмыртқаны қайнатып тураймыз. Енді бізде консервідегі жүгері қажет. Содан қосып, тұз қосып, енді майонезбен араластырамыз. Салатымыз өте оңай жасалынады және дәмді, дастарханда өте сәнді болып тұрады. Барлығын жақсылап тұрып араластырып, чечилді да біз осылай дайындап қойдық. Енді әдемі ыдысымызға салат жапырақтарын қойып, үстіне салатымызды саламыз. Және оның бетіне жаңағы чечилімізді қоямыз. Міне салатымыз өте оңай, осылай жасалынады. Егер ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар, жаңа видеоны тамашалаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.